Бүгінгі өлеңнің қайталатын сөздердің тізімін осылай болады: азап шегу, қабылан, кешкісін, кеніш, байырғы, байырғы, жарақ, атқыш, өндіріс қоры, мерзімді баспасөз, дүние жүзінде. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Испытывать мучения. Барс. Вечером. Рудник. Давний прежний. Абориген. Снаряжение оружия. Стрелок. Производственный фонд. Периодическая печать. Во всем мире. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Жұмыстан кейін бір кеш. Бірде жаңа қалада жаңа жұмыс ұсынысын алдым. Кеніште шебер лауазым бойынша қызмет атқарған едім. Жұмыстан тыс жағдайда ешкім білген жоқпын. Бір күні жұмыстан ерте келіп, не айналысатынын тапқысым келдім. Сол кезде мен бойдақпын болдым. Кешкісінде жалығып кеткенімнен азап шағып жаттым. Сол заманда интернет жоқ, ұялы телефон жоқ еді. Теледидарды қосып, қызық арналарды іздей бастадым. Табиғат арнасы, мінекей, қызық екен. Бұл арнада бір бағдарлама жыртқыш туралы болды. Онда жолбарысты, арыстанды және таудағы қабыланды көрсетіп, олардың өмір сүруі туралы әңгімеленді. Табиғатты жақсы көргенімнен, қызығушылығыммен көре бастадым. Өкінішке орай бағдарлама аяқталғанына жетті. Арнаны ауыстырып, тарих арнасы қостым. Байырғы заманға да үнемі қызығып жүрмін. Онда Алматы соғыс кезінде және соғыстан кейіндегі заман туралы деректі фильм көрсетілген. Фильмнің кадр сыртындағы дауысы айтуда. Алматыда соғыс бастағанын бірнеше атқыш дивизиялары бірден жарақтап жұмылған. Олардың қатарына атақты 316-шы Панфилов дивизиясы. Соғыс барысында және кейіндегі жылдары Алматыдағы өндіріс қоры 2 есеге өсті. Кейінірек қаладағы зауыттар өнімдерді бірнеше елге жіберген. Сол себептен дүние жүзінде белгілі болды. Кеңес одағы заманында Алматыда мерзімді баспасөзден шыққан газеттер, журналдар бүкіл республикаға танымал болды. Фильмді көргенімде бірнеше уақыттан кейін ұйқыға түстім. Один вечер после работы. Как-то раз я получил предложение о новой работе в новом городе. Я стал работать мастером на руднике. Помимо работы, я тогда никого не знал. В один прекрасный день, придя домой рано, я захотел найти себе занятие. Тогда я был холост. По вечерам я мучился от скуки. В то время не было ни интернета, ни мобильных телефонов. Я включил телевизор и начал искать интересные каналы. Канал «Природа», вот оно, интересно. На этом канале шла передача о хищных животных. В ней показывали тигров, львов и горных барсов. Рассказывали об их жизни. Я люблю природу, поэтому с интересом начал смотреть. К сожалению,
Передача подошла к концу. Я переключил на канал «История». Мне всегда так же интересна история минувших дней. Там показывали документальный фильм об Алматы в военные и послевоенные годы. Закадровый голос говорил: сразу с начала войны в Алматы были мобилизованы и снаряжены несколько стрелковых дивизий. Среди них знаменитая 316-я Панфиловская дивизия. В ходе войны и последующие годы производственные фонды Алматы выросли в 2 раза. Позднее заводы города были известны тем, что отправляли свою продукцию в несколько стран мира. Во время Советского Союза в периодической печати Алматы выходили газеты и журналы, известные всей республике. Просматривая фильм, через некоторое время я уснул.